ең маңызды этап, ең қолды ұстайтын этап. Үстінде 3, астында 3 арматура. Конструктивный частьті усиление беріп кетеміз. Тұрғын әкең бәрі қарай қашасындар ма деп жатыр. Иә, болды, біз бері қарай қашайық. Біз қазір цокольный этажымыздың 3-ші этабына келдік. Ең маңызды этап, ең қолды ұстайтын этап, себебі бұл жерде основной конструктивный часть тоқылып, ең основной дүниелер осы жерде жасалып жатыр. Толығырақ бізде, Рәке, өзіңіз бөлісіп кетіңізші ақпаратты, не болып жатыр қазір жалпы процесс? Так, біз 3-ші этапта қазір пояс авиаский бізде берілген, проект бойынша, сол бойынша арматураларды, одан кейін ригельдің арматураларын полный балдар тоқып, дайындап қойды. Толығырақ айтып өтетін болсақ, бізде пояс авиаский арматурасы 12-лік арматура, қамытпен, яғни каркасный болып тоқылып жатыр. Шағын 20-25 сантиметрден бердік. Одан кейін ригельдерге біз 22-лік арматураны, колонналарға қандай арматура берілсе, ригельдерге де сол алма арматураны бердік. Бұл жерде ригельде тағы бір ескере кететін жайт, ригельдердің 6 арматура берілген, үстінде, яғни каркаста, үстінде 3, астында 3 арматура. Оның үстіндегі 3 барып, яғни біздің колоннаға қарай майыстырлады, астындағы 3-іне біз шайба варить еттік, яғни 2-лік дисктен, металдан. Одан кейінгі айтатын нәрсе, біздегі терезелердің проемдардың барлығы осы этапта уже қалдырылды. Өйткені бізде 75-тік терезе 2 метрден кейін ашылып жатыр. Үстінде кейін 20 сантиметр біз перемешкі құйып өтеміз. Ол жердегі перемешкілердің барлығы бізде 18-лік арматурамен усиленный және двойной қамытпен болып жатыр. Есіктердің де перемешкілері тура сондай. Бізде 3 есік бар, основном сырттан кіретін 1 есік, одан кейін 2 стенадағы есіктер, биіктігі 2-10, 2-10-нан кейін біз перемешкіге арматураны усиленный қылып тоқып кеттік. Мына жерде қазір бізде уже слон келіп тұр, миксер келіп тұр, миксер енді келеді. Завод бізге бетонды жіберген кезінде өзінің арнайы пломбалары болады. Ол пломбаны 2 жерге миксер қатырады, және де ол пломбаның нөмірін накладнойға жазатын болады. Солайынан, яғни біздің заводтан бетонның маркасы және кубы дұрыс келіп жатқанын тексеріп қабылдай аламыз. Оны көрсетеміз ғой қазір. Оны қазір көрсететін боламыз. Жігіттер су шашып отыр ғой мына. Одан кейін, бұл жерде бізде опаловка дайындаған кезінде ішіне шаң түседі, жаңағыдай опаловканың ағаштарының кусоктары деген сияқты соның барлығын, яғни бетонның бетін тазалау үшін сумен жудырып жатырмыз. Қазір полный сумен жуып шығады, барлығын жаңағыдай, что артық мусор жаңағыдай қалмау үшін. Жақсы. Рәке, бізде негізі цокольный қабаттың проемдардың үстіндегі перемешка негізі 40 сантиметр болады ғой. Біз 20 істедік. Олай жасау себебіміз? Олай жасау себебіміз біз биіктік мәселесі бар бізде. Цокольный қабатқа естественно освещениені көбірек түсіру мақсатында. И бізде как бы скрытый в теле болып тұр ғой перемешкіміз. Сол жердегі именно конструктивный частьті усиление беріп кетеміз. Усиление беріп кетеміз. Біз усиление беріп уже істеп қойғанбыз. Мысалға, біз пояс авиаскіге 12-лік арматурамен келген болсақ, именно терезенің перемешкісіне келген кезде 18-лік арматурамен усиление қылдық, және двойной қамыт болды. Так, оны да қазір видеода былай көріп шықсақ болады. Тұрғын әкең бәрі қарай қашасындар ма деп жатыр бізге. Болды, біз бері қарай қашайық. Біз одан кейін тағы бір айта кететін мәселе, бұл жерде біз фундамент, лента көтеріліп жатыр, подвалдың стеналарының барлығы 250 маркамен құйылып жатса, біз ригельдерді 350 маркамен құятын боламыз. Бұл жерде өйткені бізде мына проемдағы және 3-ші пролеттағы плитаның нагрузкілері осы ригельге 2 жақтама түсетін болады. Сол үшін де біз бұны усиленный қылып істедік, және де маркасын жоғары құятын боламыз. Тағы бір айта кететін жағдай, біз ригельдерді каркасын тоққан кезінде мынау колоннадан бастап каркастарды 10-10 сантиметрден 1,5 метр жерге дейін тоқыдық, ары қарай уже 20 сантиметр, яғни шағы ашылып кетті. Яғни колоннаның жанына жақындаған кезде біз каркасты жиілетеміз. Усиление береміз нагрузканы көтеру үшін. Жақсы, болды. Қазір бізге құдай қаласа бетономешалканы күтіп тұрмыз. Бетон келетін болса, слон дайын. И общий процессті тағы бір бөлсеміз қазір алдағы уақытта. Тоқтатпаймыз, себебі слонымыз барлығы жұмыс жасап жатыр. Қазір міне екіншісіміз, одан кейін артынша үшіншісі келіп, барлық этапты жақсылап көріп алсаңыздар болады. Бұл ең қызық процестердің бірі құрылыста.
накладной беріп жіберсеңізші көке. Бізде заводта миксерлер пломбымен келеді. Мына жерде номер бар. 38-34. Мына жерде көрсетіп тұр, мына 38-34. Марка 250 бетон. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, миксер заводтан келіп сломға тұрған кезінде миксерге артық су қосылмау керек. Өйткені көп объектілерде жұмысшылардың жұмысы тездетсін, және де миксерлер бізде тезірек заводты қайтайық деп бетонды сұйықтату үшін қосымша су қосылады. Негізі ол дос бойынша тыйым салынады, қосуға болмайды, ол марканың төмендеуіне алып келеді. Сол үшін біз оны постоянно қадағалап тұрамыз басында. Сосын бізде оқырмандардан ең көп келетін сұрақ, миксер дұрыс па, әлде қолмен қараған дұрыс па? Раке, осы сұраққа не дейміз, қалай жауап бересіз? Примерно 3 мәселесін қозғап кетейік, сосын 3 плюсын. Бірінші мәселе, ол жерде бетон қолмен қарып құйғаннан кейін ол однородный болмайды. Ол жерде бір жерге цемент дұрыс болады, бір жерге цемент дұрыс бармайды. Жаңағы құм мен шебінің жаңағыдегі несі консистенциясы деген сияқты оның барлығы бұл жерде ұсталар дозамен қоса алмайды, нормасымен. Екінші мәселе, біз өзімізге керекті марканы алу үшін не істейміз? Цементті көбірек қосамыз. Цементті көбірек қосқан үшін біз уже перерасход жасаймыз. Бұл қолмен қарған кез. Бұл қолмен қарған кез. Ал заводта ол определенный өзінің нормасы бар. Соны өзінің тензодатчиктері, таразылары болады, специально тастайды. Сонымен тастап береді бізге. Үшінші мәселе, бізде мысалға қолмен құятын болсақ, примерно ұсталарымыз бір 1,5-2 куб бетонды дайындап алуы мүмкін, өзіне керекті. Ол бетонды құйып болам дегенше, мысалға бір 1 сағат, 1,5 сағат уақыт кетеді. Олар жарты сағаттан кейін күннің ыстығында біздің примерно бір жарты куб бетонымыз егер кішкене қоюланатын болса, ұсталар барады, үстіне дополнительный су қосады қосымша. Ол да біздің марканың төмендеуіне алып келеді. Сол үшін де біз егер миксермен құятын болсақ, біріншіден сапамызды аламыз өзімізге керекті, баға жағынан да бізге тиімді болады. Үшіншіден уақыт жағынан, яғни үнемдейміз, эконом жасайтын боламыз. Мысалға, адамдардың арасында бәрі бір, халықтың арасында қолмен қараған дұрыс қой деген сияқты бір ассоциация қалыптасқан ғой. Ол осы техника бірінші шыққан кезде мүмкін қымбат болған шығар, сонымен қалып кеткен дүние сияқты да ол. Ал қазір біріншіден эконом, екіншіден уақыт, үшіншіден бізге көрсетілген цементтің маркасын толығымен сақтаймыз. Бетонды толық өзінің маркасында ала аламыз. Бізден кеңес, соңғы қорытынды дайын бетон, бетоннан дайын заводтан, бетонды заводтан миксермен келген дұрыс болады. Тем более осында үлкен объемдарда біз ол жерде үлкен плюстар бар, егер бүйтіп айтатын болсақ. Тағы бір қосып кететін нәрсе бар. Мысалға ручной құятын болсақ, біз ленточный фундаментті бір күнде құйып біте алмайды балдар. Ол жерде допустим бір 50 куб, 60 куб бетон болуы мүмкін. Оның 20 кубын бір қояды, ол жерде бетон үзіледі. Үзіледі уже. Екіншісін 20 кубын бір қояды, тағы үзіледі деген сияқты. Ал миксермен алатын болсақ, біз целиком бір құйып тастайтын боламыз. Бір целый конструкция болып тұрады. Конструкция болады. Жақсы? Сол. Өте керемет. Бізде қазір основной цокольный қабатқа қатысты фундаменттердің жұмыстары бітті. Но бізде самонесущий стена, перегородкалардың астында біз қазір тұрған траншея. Біз бұған арнайы подушка құйып, ленточный фундаментпен шығып жатқан жоқпыз. Осыған қатысты Раке бір кішкене ақпарат беріп кетейікші. Не үшін біз бұлай жасап жатырмыз? Қандай плюстары бар? Бізде мына жерде көріп тұрғаныңыздай қазылған жерлер бар, трапециобразный қылып. Бұның барлығы бізде перегородка болады, яғни бөлмелердің іші. Бұл жерге біз жарты қыш, яғни 12,5 сантиметрден бөліп шығатын боламыз. Бұл жерге мына жерде көріп отқаныңыздай 3 арматура, каркасный емес, яғни сеточный қылып тоқып жатырмыз. Осы астына тасталады и бетон құямыз. Қалыңдығы 25 сантиметр, ені 50 сантиметр болады. Бұның бір несі біз подушкіден бастап алып кеп, оны жаңағыдай дополнительный шығын жасап, одан кейін оған үстіне ленточный фундамент, стена құйып, оны каркаспен армировать етіп, дополнительный шығынға бармай, біз осылай істеп кетсек болады. Яғни именно перегородка болатының астына подушка құямыз и перегородканы бөле береміз. Ол екінші жағынан біздің бөлменің ішінде, яғни кең алуға, яғни квадратты жоғалтпауға көмектеседі. Қосымша площадьтар бізге ұтымды вариант болады. Сосын мысалға біз қазір цокольный қабатта тұрмыз ғой. Біз бірінші этажы дейікші, бір қабатты үй дейікші, бір қабатты үйдің біз нөлінде тұр деп есептейміз, қазір нөлінде тұрмыз дейік. Мысалы, мынау бізде подушка емес, фундамент деп есептейміз. Көп кісілер бізде бір қабат үйді істеген күннің өзінде арасындағы осындай самонесущий стеналар, былайша айтқан кезде үстіне кругляк жатпайтын, нагрузка түспейтін стеналардың өзінің астынан подушка құйып, соның астынан ленточный фундамент, қосымша былайша айтқан кезде біраз шығындарға батып жатады. Тура осы системаны сол жерде қолдансақ та болады.
иә осылай 3-12-лік арматурамен трапециобразно қазып жаңағыдай топырақ құлап кетпес үшін и үстіне жаңағыдай бетонымызды құйып үстіне жарты кірпішімізді өре берсек болады. Болады. Жалпы осы тағы да қосымша сіздерге ақпарат. Бұның өзі сіздердің қалталарыңызда құрылыста енді ең маңызды бюджет қой, ақшасын барлығын есептеліп істеп жатқаннан кейін бұның өзі қалталарыңызда біраз сумманы экономдауға мүмкіндік береді. Біздің цокольный қабатымызға қатысты ең маңызды жұмыстар қазір аяқталуда. Бұдан кейін бізде плитаға қатысты, кладкіге қатысты біз толыққанды видео түсіретін боламыз. Сол этаптарға қатысты сұрақтарыңыз болатын болса жазып кетіңіздер. Біз алдағы видеода соған толық тоқталамыз. Сіздермен бірге болған мен Тұрдаулет Алтен.